Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге тіске басар ретінде баклажанды ерекше ұсыну әдісін көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен баялдының сыртын жуып аламыз да, екі шетін осылай кесіп тастаймыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей ұзынша әрі жіңішке етіп кесіп шығамыз. Одан кейін кесілген баялдымызды бірінші ұнға аунатамыз. Одан кейін жұмыртқаға батырып, ең соңынан нан үгіндісіне, яғни панировочный сухариге аунатамыз. Одан кейін қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін қызанақты видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Және де майонезге сарымсақты үккіштен өткізіп араластырамыз. Және оны қуырылған баялдыға жұқалап жағып шығамыз. Одан кейін салат жапырағын осылай екі жағынан шығып тұратындай етіп қоямыз және ортасына қызанақты салып, баялдыны ораймыз. Рулетіміз ашылып кетпес үшін үстінен осылай зубочистка қыстырып қойсаңыздар болады. Мінекей осымен дастарханның көркін ашатын тіске басарларымыз дайын. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын!